Күн достар, бүгін сіздерге аяқтарыңыз терлесе және иістенсе, осы әдісті пайдаланып көріңіз дегім келеді. Аяқ терлеу мен иістену бұл көзге көрінбейтін микробтардың өмір сүріп жатқанын білдіреді. Бұл иістену немесе терлеу кейбір сапасыз аяқ киімдерден, су өтуден болуы мүмкін. Екіншіден, біреулердің аяғы тершеңде болып келеді. Осы әдеттен арылғыңыз келсе, міндетті түрде осы әдістерді жасап көргеніңіз дұрыс. 1 шай қасық ас содасы мен тұзды 1 стакан жылы суға араластырып, аяқты таңертең, кешке 2 мезгіл жуып, соңынан таза сумен шайып, сүлгімен құрғатқаныңыз жөн. Екінші әдіс, аяқты сабындап жуып, алма сірке суымен жуғаныңыз дұрыс. Одан кейін аяқты мұқият сүрту керек. Үшінші, кәдімгі бор қышқылы. Аяғыңызды терлегеннен және жағымсыз иістен құтқарады. Кез келген дәріханада табылатын бор қышқылын жақсылап ұнтақтаңыз. Күнде таңертең осы ұнтақта аяғыңызға және саусақтарыңыздың арасына, табандарыңызға шашып, таза шұлығыңызды киіңіз. Негізінде бұл емді жасап жүрген кезде шұлығыңызды мүмкіндігінше күніне 2 рет ауыстырғаныңыз жөн. Кешке үйге келгенде жылы сумен жуып, аяғыңызды бір уақыт демалдырыңыз. Осы ұсынылған кеңестің өзіңізге қолайлысын таңдап, 1-2 аптада ерінбей жасап көріңіз. Нәтиже көре аласыздар. Сіздерге рахмет. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.